Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Бүгін бізде 4-ші сыныптың 5-ші сабағы көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдарды орындау. Сабағымыздың мақсаты көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдарды орындауды үйренесің. Бірінші есепке назар аударамыз. Кестені оқып, сандарды дөңгелекте. Мінекей мына кесте берілген бізге. Осы кестедегі сандарды біз жазып алдық мінекей. Мына жерде А тапсырмасы, Ә тапсырмасы, Б тапсырмасы көрсетілген. А тапсырмасында миллионға дейін, Әде 100 мыңға дейін, Б тапсырмасында 10 мыңға дейін дөңгелектеуіміз қажет. Мінекей. Бірінші есептің А тапсырмасы, Ә тапсырмасы, Б тапсырмасы. А тапсырмасында миллионға дейін дөңгелектедік. Бізде қараймыз. Бізде бесіміз миллион разрядында тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші разрядта тұрған екен. Бұл бізде миллион. 5 миллион 459 мың 28-ді дөңгелектеміз. 5-тен келесі санға қараймыз. Бұл 5 саннан кіші. 5 саннан кіші болғандықтан кейін біз қалған сандарды нөлмен дөңгелектедік. 5 миллион деп дөңгелектеп алдық. Мысалы үшін мынаған 2 миллион 803 мың 263-ті бізде 2 миллион. 2-ден келесі санға қараймыз. 5 саннан үлкен. 5 саннан үлкен болғандықтан 2-ге біз плюс 1. 1 санын қосып 3 деп дөңгелектеміз. 3 миллион келіп шықты. Біз миллионға дөңгелектеп алдық. Ә тапсырмасында біз 100 мыңға дөңгелектеп алдық. Мына жерде 4 саны бізде 100 мың. Мына жерде 8, 6, 6, 8, 7 астарын сызып көрсетіп қойдым. Бұлар бізде 100 мыңдар. Дөңгелектеміз. Дөңгелектегенде келесі санға қараймыз. 5 немесе 5-тен үлкен болса, асы сызылған 100 мың немесе 10 мың болуы мүмкін. Осы санымызға бір санын қосып, келесі сандарды 0 қылу арқылы дөңгелектеміз. Ал егер де 8 мысал үшін бізде 100 мың ғой, келесі санымыз 5 саннан кіші болса, қалған сандарын біз 0-мен толықтырамыз. Бір санын қоспаймыз, 0-мен дөңгелектеміз. Барлығын осылай ретпен шығарамыз. Бізде Б тапсырмасы мінекей 10 мыңға дөңгелектеп алдық. 10 мыңымыз бізде 5, 0, 5, 2, 8, 3. Мінекей дөңгелектеп көрсеттім. Енді екінші есепке көшеміз. Екінші есепте сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. А тапсырмасын орындайық бірінші. Мінекей мына сандар берілген бізге. Мысалы 52.369, бізде 50.2.369 сандардың қосындысы. 125.500 бізде 100.000, 20.000, 5.000, 500 сандардың қосындысы. Мінекей барлығын осылай жазып алдық сандардың разрядты қосылғыштардың қосындысы ретінде. Енді Ә тапсырмасынан қараймыз. Берілген сандарға бірге артық және бірге кем сандарды ата. Мына берілген сандар, мен бұны ортаға жазып алдым. Ортада берілген сандар көрсетілген. Ортадағы берілген сандардың алдындағы сандар бірге кем сандар. Одан келесі сандар. Мысал үшін 52.369-дан 52.368 бірге кем. 52.370 бірге артық. Мінекей дәл осылай қалғандарын салыстырып жазып шығасыздар. Барлығы анық көрсетіліп қойылған. Көп уақыт созбайын. Келесі үшінші тапсырма. Есептеуді қалай орындау керектігін түсіндір. Есептер берілген бізге. Қарайық. 8-ден 3-ті азайтқанда бізде 5 болды. Енді 8 мыңнан 3 мыңды қалай азайтамыз? 8-ден 3-ті азайтамыз 5, қалған нөлдерін тіркей саламыз. 60-қа 20-ны қосамыз. 6-ға 2-ні қоссақ 8, 0-ді тіркейміз. 0 деп 80 шығады. Дәл солай қалған шығарамыз. Мінекей 9 бірліктен 4 бірлікті азайтсақ, бізде 9-дан 4-ті азайтамыз. 5 деп жазамыз. Бірлік күйінде жазып қоямыз. 9 бірліктен 4 бірлікті азайтқанда 5 бірлік шығады. 9 мыңдықтан 4 мыңдықты азайтқанда бізде 5 мыңдық қалады. Осылай жазып алдық. Қалай? Мінекей барлығын осылай астындағы сандарды
дәл осылай қалай шығарылатынын жазып қойдық. Енді төртінші есепке назар аударамыз. Жұптық жұмыс. Қазақстан туралы мәліметтерді бірлік мыңға дейін дөңгелектеп көшіріп жаз. Бізде мәліметтер берілген. Осы мәліметтердегі мына сандарды алып, бірлік мыңға дейін дөңгелектеп жаз дейді. Сандарды жазып алдық. Бірлік мыңымыз бізде төртінші разрядта тұрады. Артынан бастап санаймыз, соңынан бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4. Мына жерде біздің бірлік мыңымыз 4 саны. Мына жерде 5 саны, 1 саны, 8 саны, 6 саны, 8 саны бізде бірлік мыңдар. Енді осыны мына жерде дөңгелектеп жазып алдық. Оның алдыңғы сабақтарда айтып өткенмін, қалай дөңгелектеу қажет екенін. Мысалы, мына бізде бірлік мың 4-міз. Одан келесі санға назар аударамыз. 9, 5 санның үлкен. Сондықтан мына 4-ке плюс 1 санын қосамыз, 5 деп, қалған сандарын онымен дөңгелектеміз. Мысалы, 8-ді көрсеткен. 8-ден келесі сан бізде 3, 5-тен кіші. Сондықтан қалған сандарын 1-ді қоспаймыз 8-ге, қалған сандарын онымен дөңгелектеміз. Бізде 5-ші есеп. Есептеу жалпы арифметикалық амал тапсырма берілген. Мына жерде 87.900-ден 3.000-ді азайтамыз, одан 500-ді азайтамыз. 87.900-дан 3.000-ді азайтқан кезімізде 84.900 қалады. Енді одан 500-ді азайтсақ 84.400 қалады. Неге осылай барлығын шығарып көрсетеміз. Келесі 6-шы есеп теңдеуді шеш. Бізде күрделі теңдеу берілген. Осыны бірінші қарапайым теңдеуге айналдырып алуымыз қажет. Қарапайым теңдеуге айналдыру үшін біз ықшамдап аламыз. Ықшамдауға болатын есепті қараймыз. Мына жерде қайсысын біз ықшамдауға болады деп. 18.000-ға 300-ді қосамыз. Екеуін қосқанда 18.300 шықты. Қалғанын сол күйінде жазып аламыз. Қосу x тең 20.000 деп. Енді x-ің мәнін табамыз. X тең мына жерде қосуымыз азайту болып өтеді. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 20.000-нан 18.300 азайтқанда 1.700 шықты. X-тің мәні 1.700. Енді астында мінекей тексереміз осылай. Есебіміз дұрыс болса, мінекей осылай тең деп жазып қоямыз. Келесі y-пен көрсетілген теңдеу. Бұл да дәл осындай. Бірінші ықшамдап аламыз. 45.000-ға 5.000-ді қосамыз, 50.000. Алдындағы мына 75.900 азайтылған y-ті өз күйінде жазып аламыз. Енді y-тің мәнін табамыз. Ол үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 75.900-ден 50.000-ді азайтқан кезде 25.900 шықты. y-тің мәні 25.900 болды. Енді астында мінекей тексеріп көрсеткенмін. Келесі бізде 7-ші есеп, топтық жұмыс, шығармашылық жұмыс. Есепте топ ішінде кім жылдам есептеді? Топқа арналған жұмыс. Мына бағандардың құрылу заңдылығын тап, өзің осындай мысалдар бағанын ойластырып, қайтадан есептетеді. Осындай бағандар берілген, қосумен және азайтумен. Осыны шығаруымыз қажет. Мінекей. Қосумен берілген тапсырманы жазып алдық. 125-ке 5-ті қосқанда 130. 1250-ге 50-ді қосқанда 1300. Азайтумен берілген 155.555-тен 5-ті азайтқан кезімізде бірліктен бірлікті азайтсақ, мына жерде 0 қалады. Сондықтан 155.550 деп жазамыз. Қалғандарын дәл осылай орындаймыз. Сосын өзің осындай мысалдар бағаны ойластыр дейді. Өзіміз осыған ұқсас мысалдар бағанын ойластыруымыз қажет. Неке мен өзім осылай мысал ретінде сіздерге көрсеттім. 125-ті мен 134 деп алдым. 5-тің орнына 6 деп алдым. Енді қалғанын заңдылық бойынша нөлдерін қойып келесін. Қанша 0 болса, сонша 0 тіркеп, осылай есеп құрастырып, шығарып көрсеттім. Азайтуды да 155.555-ке мен 244.444 деп алдым. Алдына 5-тің орнына 4 деп алдым. Осыны заңдылық бойынша 4-тің орнына жанына 0-дерді тіркеп отырып, есептер құрастырдым. Сосын амалдарды орындадым.
осылай шығарсаңыздар да, немесе осыған тағы да ұқсастырып басқа түрлерін ойластырып шығарсаңыздар да болады. Келесі 8-ші есеп. Сен зерттеушісің. Сандарды оқы, заңдылықты анықта, заңдылықты жалғастыр. Тағы 3 сан жаз деді. Неке сандар берілген. Осы жерде заңдылықтарды байқауымыз қажет. Қандай заңдылық байқап тұрсыздар? 120 21. Қараймыз, алдыңғы саны 12. Соңғы саны 12-ні керісінше жазып 21 деп жазған, е? Келесі 230 32. Алдыңғы саны 23, соңғы саны 23-тің керісінше 32 деп жазған. Одан кейін 340 43. Алдыңғы саны 34, соңғы саны 43 деп керісінше жазған. Енді тағы байқайтын тағы да бір жайт. Бұл жерде қараймыз, мына жерде 12. 12-ден бірінші сандарына қарайықшы, 1, 2, 3 деп кеткен. Екінші сандарына 2, 3, 4 деп кеткен. Неке осы 12, 23, 34 деп кеткен. Келесі сан бізде сонда 45 болады. 450 54 деп жаздық. Қараймыз, 4, 5, 6 деп алдым. Одан кейін 5, 6, 7 деп жазып қойдым. Сонда бізде 560 65, 670 76 деген сандар келіп шықты. Келесі 9-ші есеп. Математика күнделікті өмірде. Деректер бойынша кесте құр және таудың ең биік нүктелерін өсу ретіне қарай орналастыр. Берілген сұрақтарды пайдаланып, есептер құрастыр. Нешеге биік, нешеге аласа деген сияқты есептер құрастыруымыз қажет. Мінекей, бізге таушыңдар берілген, биіктіктері көрсетілген. Осыны кесте бойынша, өсу реті бойынша жазуымыз қажет. Мінекей, мен бірден өсу реті бойынша жазып қойдым. Өсу ретін жазғанда бірінші ең аласасын тауып, одан кейін өсу ретімен жазып кетеміз. Енді өзің есеп құрастыр деді. Мен мына жерде мысал ретінде 2 есеп құрастырып қойдым. Мұз шыңы, мұз шыңы және Абай шыңын алып, екеуінің ұзындықтарын жаздық. Мұз шыңы, Абай шыңы, мұз шыңынан қанша метрге биік деп сұрақ қойып қойдық. Енді ол үшін екеуін мұз шыңы мен Абай шыңы, мұз шыңынан Абай шыңын азайттық, 5 метр болды. Яғни Абай шыңы 5 метрге биік деп көрсеттік. Екінші есепте жеңіс шыңы мен талғар шыңын екеуін қатыстыра отырып есеп құрастырдық. Екеуінің ұзындықтарын жаздық. Қараймыз, неке талғар шыңы жеңіс шыңынан қанша метрге аласа деп сұрақ қойдық. Енді жеңіс шыңынан талғар шыңын азайтқан кезде 2466 метр шықты. Яғни талғар шыңы 2466 метрге аласа жеңіс шыңынан. Дәл осы сияқты сіздерде есептер, бірнеше есептер құрастыруға болады. Тянь-Шань тауларының биіктігі мен жеңіс шыңының биіктігін екеуін салыстыра отырып, немесе біреуінен қаншаға кем, немесе қаншаға биік, немесе қаншаға аласа деген сияқты есептер құрастыруымызға болады. Енді соңғы есебіміз үй тапсырмасы 10-ші есеп. Есепте дұрыстығын тексер деді. Бізге есептер берілген, осыны есептеуіміз қажет. Мінекей, баған түрінде көрсетіп қойдым. Дұрыстығын тексеру үшін біз кері амалмен тексереміз. Азайтуға қосу амалмен, қосуға азайту амалмен дұрыстығын тексереміз. Мінекей, 900-мыңнан 600-мыңды азайттық, 300-мың шықты. Енді дұрыстығын тексеру үшін 300-мыңнан шыққан мәннен 600-мыңды қосамыз. Сол кезде мінекей, бастапқыдағы 900-мыңымыз шығып тұр. Дұрыстығын осылай тексеріп алдық. Қалғандарды дәл солай осылай тексереміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп алыңыздар.